Армысыздар, қымбатты телекөрермендер, эфирде Жаңаөзен ақпарат, студияда Құралай Веспай, алдымен аңдатпаға назар аударыңыздар. Бала, отбасы, қоғам осындай атаумен жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған ата-аналар кеңесі өтті. Жаңаөзен қаласында елімізге еңбегі сіңген жаттықтырушы, боксшы Жеңіс Жарылғапұлын еске алуға арналған республикалық ашық турнир өтіп жатыр. Биыл Жаңаөзенде 3034 оқушы 9-шы сыныпты, 1469 түлек 11-шы сыныпты бітіреді. Соңғы 3 жылда жасөспірімдердің қатысуымен 226 жол көлік оқиғасы тіркеліп, 29 адам қаза тапқан. Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу және болдырмау мақсатында бала, отбасы, қоғам тақырыбында ата-аналар кеңесі өтті. Биыл соңғы қоңырау мамырдың 20 күні соғылады. 16 мамыр мен 10 шілде аралығында ұлттық бірыңғай тестілік өткізіледі. 9 сыныптың оқушылары қорытынды емтиханды 29 мамыр мен 10 маусым аралығында тапсырады. Негізгі және жалпы орта білім беру туралы аттестатты тапсыру 18 пен 20 маусым күндеріне жоспарланып отыр. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағытында ата-аналардан қаражат жинау, аниматорлар көлік жалдап шерулер ұйымдастыруға, балабақшамен қоштасу, бастауыш сыныптың оқушылары үшін салтанатты шараларды өткізуге тыйым салынады. Қалалық білім бөлімінің басшысы қиынға бейім ретінде мектепшілік есепке алынған оқушылар туралы да мәлімет берді. Бұл оқушылардың әлеуметтік жағдайын зерделеп көрдік. Бұл 4-ші кестеде көрсетілген. Өздеріңіз көріп отырғандай көп жағдайда құқық бұзушылық жасап отырған оқушылар толық отбасынан шыққан балалар болып келеді. Құрметті ата-аналар, өздеріңіз көріп отырғандай 6-ші кестеде соңғы 3 оқу жылындағы қала мектептеріндегі мектепшілік және қалалық есепте тұрған оқушыларымыз санын көрсеттік. Көріп отырғанымыздай қалалық есепте де, мектепшілік есепте де аз ғана болса да өсім байқалады. Бірақ бұл өсім тәжірибе көрсеткендей, мектеп мұғалімдерінің оқушылар арасындағы құқық бұзушылықтарға немесе нөлдік төзімділік қағидасын қалыптастыру мақсатында алынған шаралар деп қабылдауға болады. Қалалық полиция басқармасы ювеналды полицияның профилактикалық есебінде биылғы оқу жылында 54 бала тіркеуге алынған. Оның 28 студент болса, 26 мектеп оқушысы. Ерте жүктілік дерегі былтыр 24 болса, биыл 15-ке түскен. Қазіргі таңда мектеп өзекті мәселелерінің бірі есірткі қылмыстары, оның ішінде жасөспірімдерді пайдалану арқылы тез ақша табу жолында есірткі құралдарын жасырын, көму немесе азу фактілерін жол бермеуге бағытталған бірқатар жұмыстар атқарылды. Яғни бұл бағытта Рақат, Кендірлі ауылдарында басты назарға алып отырмыз. Қазіргі таңда рейдтік шаралар ұйымдастыруда. Осы рейдтік шаралардың нәтижесінде жыл басынан бері 40 есірткі құралдарын пайдаланып, сақтау, алып жүру деректері жолы кесілді. Бір әкенің тәрбиесін 100 мектепте бере алмайды демекші, жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықтың алдын алу, олардың жазғы демалысы уақыттарын тиімді өткізу үшін пікір алмасуға бағытталған жиында ата-аналар да өз ұсыныстарын айтты. 23 мамыр күні тәрбие сағаты, 11-ші сыныптарға тәрбие сағаты кластың ішінде өтеді деген мұғалімдерден сондай біз хабар алдық. Ол енді білмеймін, кішкене миға сыймайтын заттау деп ойлаймын, себебі өмір бойы 25-ші қоңырау, соңғы қоңырау 11-ші классқа есіктің алдында официально соңғы қоңырау болмай ма, балдар бір емін-еркін жағайсын, билеп, қоштаспай ма, класстарға ешқандай сынымда, 11 сынып деген сынымда болмайды. Мектептерде, тағы да қайталайды, мектептерде мектептің актовый залында немесе мектептің алдында соңғы қоңырау емес, мектепті аяқтау салтанатты шарасы өткізуге болады. Ата-аналардың келісімімен, қатысуымен. Бірақ тағы да қайталайды, көлік жалдап, кортеж жасау, мектептің рұқсатынсыз басқа да шерулерге шығуға тыйым салынады. Айта кетейік, Жаңаөзенде 24 күндізгі жалпы білім беретін, бір кешкі сменалық мектеп, 8 жекеменшік білім ордасы мен қосымша білім беретін 2 мекеме бар. Сәуле Жолманбет, Баққали Зиядинов, Жаңаөзен ақпарат. Судан құтқару жасағына түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Кендірлі жағалауындағы нысан иелеріне шомылу маусымы басталмас бұрын дайындық жұмыстарын қолға алу тапсырылды. Толығырақ тілші баяндайды.
Жаз келісімен жұрт теңіз жағалауындағы демалыс орындарына ағылатыны белгілі. Алайда барлығы бірдей жүзу техникасын біле бермейтін анық. Сондықтан олардың қауіпсіздігін сақтау басты міндет. Осыған байланысты бүгін Кендірлі демалыс орнында жиын өтті. Кездесуге Қарақия ауданы мен Жаңаөзен қаласы төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері, жергілікті атқарушы орган өкілдері, демалыс жағажайының иелері қатысты. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрінің номер 34-ші су айдындағы қауіпсіздігі бұйрығына сәйкес соның ішінде 9-шы тармағында көрсетілген, яғни осы күтіп ұстау тиісті сол қағидаға байланысты жаңағы қандай құралдар, жабдықтар болу керек, қандай неше құтқарушы саны болу керек, құтқару бекеті болу керек деген сияқты өзінің жаңағы медициналық персоналдары болу керек, алғашқы көмек көрсету, соның бәрі түсіндіріліп өткіздік. Түсіндіру жұмыстарын жүргіздік және қарау жұмыстарын жүргіздік. Және бізде осы Кендірлі аумағында бір жедел құтқару жасағы орналасқан. Ол жерде 5 қызметкер сменмен жұмыс жасайды. Дер кезінде баруға дайын біздің қызметкерлер. Және өздерінде әрбір жағажайдың өзінде қосымша құтқару жасақтары болу керек деп түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Суда шомылу кезінде қайғылы оқиғалардың алдын алу мақсатында демалыс базаларының дайындығы пысықталды. Демалушыларға қолайлы жағдай жасап, құтқару жасағы оқыс оқиға бола қалған жағдайда көмек көрсетуге сақадай сай дайын болуы қажет. Теңіз жағасында шомылу маусымына дайындық жұмыстары жүргізілуде. Соның астына теңіз астында қоқыстарды, адам өміріне зиян тиетін заттардың бәрі тазалануда. Біздің ең бірінші мақсаттарымыздың бірі адамдардың денсаулықтары, оның қауіпсіздігі болып саналады. Жиын барысында жағажайды жалға алушыларға түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Маусымның 1-не дейін талапқа сай қажетті құрал жабдықтар толықтай дайындалуы қажет екендігі ескертілді. Алдағы уақытта жауапты сала өкілдерімен бірге үгіт-насихат жұмыстары жалғасатын болады. Әсел Алдашева, Бақылы Изетдинов, Жаңаөзен ақпарат. Жаңаөзен қаласында Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген жаттықтырушы, боксшы Жеңіс Жарылғабылын еске алуға арналған республикалық ашық турнир өтіп жатыр. 3 күнге созылатын спорттық шараға еліміздің барлық облыстарынан және Ресей мемлекетінен былғары қолғап шеберлері қатысуда. Еске алу турнирі ересектер арасында ұйымдастырылып жатыр. Осы 3-ші жыл өткізілуі. Жалпы 90 спортшы 3 күн бойы жекпе-жекке шығады. Турнирге қонақ ретінде боксшы Қанат Ислам қатысты. Ал ашылу салтанатында қала әкімі, мәслихат төрағасы мен қонақтар тілектерін білдірді. Жеңіс Жарылғапұлының атқарған істерін тілге тиек етіп, оның есімі шәкірттері барда ұмытылмайтынын атап өтті. Ағамыздың аты Жаңаөзен қаласының тарихында алтын әріппен мәңгі жазылып қалады. Оған артында осындай шәкірттері өздерінің ізбасарлары бар кезде біз ешқашан ағайды ұмытпаймыз. Сондықтан осы турнирге атсалысқан барша мен әріптестеріме, демеуші компанияларға, қала әкімінің атынан шын ықылас ниетіммен үлкен рахметімді айтамын. Келіп жатқан қонақтарға да спортшыларға жетістіктерге жетіңіздер. Бұл өзіңіздің жақсы деңгейдегі спортты, кәсіби спорттарыңызды, жұмыстарыңызды көрсетіңіздер. Құтты болсын. Жеңіс Жарылғапов Жаңаөзен боксы үшін ерекше еңбек еткен жаттықтырушылардың бірі. Ол баптаған шәкірттер облыстық республикалық турнирлерде топ жарды. Жаттықтырушы мұнай-газ өндіру басқармасына қарасты бокс кешенін спорт жабдықтарымен қамтамасыз етуге ықпал етті. Бұл турнирдің өтуіне де бапкердің шәкірттері үлес қосып жатыр. Біз бұл жарысты естіген себебіміз, біз Петропавл қаласында Карл Ринг дейтін турнир 10 жылдан бері 8-ші рет ұйымдастырылды. Енді 9-ші рет ұйымдастырады. Ол календарный турнирге енгізілген. Ол 35 жастан жоғары шектеу жоқ. Ол жерде 40 жас, 50 жас және Олимпиада жүлдегерлері, әлем чемпиондары, Азия чемпиондары бәрі қатыса береді, бірақ 35 жастан жоғары. Мен сол жарыстың өзім 3 түркінің жеңімпазы. Сол нені мынаққа әкеліп, біздің Маңғыстау облысына спортты насихаттау ретінде әкелген жарысымыз. Шараға демеушілік жасаған Өзен мұнай-газ акционерлік қоғамы. Жарыс қорытындысы бойынша бірінші орын алған боксшыға 250 мың теңге, екінші орынды иелеген спортшыға 200 мың теңге, ал үшінші орын иегеріне 100 мың теңге жүлдемен белдік табысталды. Турнирге жаттықтырушының отбасы, туған туыстары да қатысты. Сәбит Лұқпан, Бақытжан Ахметұлы, Жаңаөзен ақпарат.
Енді шетел жаңалықтарына ойыссақ, Швецияда жоғары жұмыссыздық деңгейі тіркелді. 20 мен 64 жас аралығындағы жұмыссыздық бойынша Еуропалық одағы елдері арасында 7-ші орында тұр. Пандемия кезеңін қоспағанда қазіргі жұмыссыздық деңгейі соңғы 14 жылдағы ең жоғары көрсеткіш саналады. Бұл экономикалық құлдыраумен және терең құрылымдық мәселелермен байланысты. Жұмыссыздық әсіресе белгілі бір топтар арасында жоғары. Еуропадан тыс жерде туған адамдар, орта білім жоқтар, егде жастағы қызметкерлер және мүмкіндігі шектеулі жандар. Жұмыссыздар саны көп болғанымен Швеция медицина, білім және техникалық мамандықтар сияқты салаларда білікті жұмыс күшінің жетіспеушілігіне тап болып отыр. Швед еңбек нарығы білімге жоғары талап қояды, ал біліктілік талап етілмейтін жұмыс орындарының үлесі өте төмен, небәрі 4%. Бұл Еуропа одағының басқа елдерімен салыстырғанда айтарлықтай аз. Швециядағы жұмыссыздықтың басты себебі иммиграцияның өсуімен және орта мектепті бітірмейтін жастар санының артуымен байланысты. Әсіресе Ауғанстан мен Сомали сияқты әл-ауқаты төмен елдерден келген иммиграция халық құрамын едәуір өзгертті. Африкадан келген иммигранттар арасындағы жұмыссыздық деңгейі 28%-ді құраса, Еуропадан келгендер арасында бұл көрсеткіш небәрі 6%. 2028 жылғы Олимпиада Лос-Анджелесте әуе такси қызметі жоспарланып отыр. Егер ұйымдастырушылар өз жоспарларын жүзеге асыра алса, 2028 жылғы Олимпиада ойындары кезінде көрермендер Лос-Анджелес аспанында саяхаттап, қаланың кептелістерінен аулақ жүре алады. Ұшатын такси идеясы бұрыннан талқыланып келеді. Оларды ұшыру 2024 жылғы Париж Олимпиадасында жоспарланған болатын, алайда әуе аппараттары Еуропалық авиациялық қауіпсіздік агенттігінен қажетті сертификат алмаған. Егер компания 2028 жылғы ойындарға уақытында сертификаттаудан өтіп үлгерсе, әуе таксилері негізгі нүктелерді, соның ішінде аймақтың ірі олимпиадалық ареналарын байланыстырып, қала тұрғындары мен қонақтарына 10-20 минуттық рейстерді ұсыналады. Әзірге мұндай сапардың ақысы қанша болатыны белгісіз, дегенмен тұтынушылар әуе таксиіне мобильді қосымша арқылы тапсырыс бере алатыны белгілі. Бүгінге айтарымыз осы, келесі кездескенше аман есен болыңыздар.